Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірге мампар тағамының жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Бұл тағам ұйғыр халқының ең сүйікті тағамдарының бірі. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Оның артынан ұсақтап тұрған етімізді саламыз және 2 тіше сарымсағымызды қосып, барлығын жақсылап қуырамыз үлкен отта. Үстінен пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен бұрышымызды саламыз. Бұрышты өз қалауларыңыз бойынша ашты немесе тәтті қылып қоссаңыздар болады. Жақсылап қуырылғаннан соң қызанағымыз бен кинзамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Томат пастасын қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан соң үстіне ұсақтап тұрылған картопымызды қосып, оны да бір жақсылап араластырып қуырамыз. Осы жерде дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Үстінен суымызды құйып, қақпағын жауып, қайнағанша қалдырамыз. Достар, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Оған дейін қамырын дайындаймыз. Қамырына бізге ұн, жұмыртқа, тұз және су қажет болады. Илеп болғаннан соң 10 минутқа демалуға қалдырамыз. Қамырымызды ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Мінекей қамырымыз осындай қалыңдықта жайылды. Енді біз оны кесеміз. Пышағымыздың көмегімен дәл осы видеода көрсетілгендей кесіп алыңыздар. Дәмі деген ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей қамырымызды осылай кесіп дайындап аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды саламыз. Қамырымыз піскенше қайнатып аламыз. Содан соң дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мінекей достар, осымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.